Сәлем достар, сіздермен сериоз ғой. Біз выживание жалғастырамыз. Бұл 12-ші бөлім. 11-ші бөлімде біз андай дәу егістік нәрсе соққанбыз. Осыны аяқтап бітіргенбіз. Міне әдемі болып тұр. Ішіне андай картошка еккенбіз, еще так пшеница еккенбіз. Бірінші этажына пшеница, 2-3 этажына картошка еккенбіз. Қазір соны бәрін аламыз. Өсіп қалды деп ойлаймын. Қазір және де бүгін итімнің туған күні. Итімнің туған күнін жасаймыз, торт жасаймыз бүгін. Короче, нені заттың бәрін алып кетейік. Пшеница, соны бәрін алып қайтамыз. Итім сәл жүрсін. Қазір міне кеттік. Мәні бәрі өсіп қапты. Бәрін аламыз. Қатып кетті. Бәрін егіп қоямыз енді. Алған нәрсемізді суға түскендерді аламыз. Ал енді мынаны аламыз. Қазір осының бәрін өткенде еккенбіз. Мына алдық. Қазір осы пшеницаның бәрін аламыз. Пшеницаға байытын болдық. Негізінде өйстіп бизнес жасап шын өмірде. Өйстіп көп бір 10 гектар жер алып егіп сатып базарларға. Осы жұмыс істеп бизнес жасап істейміз. Ал кеттік 2-ші этажға. Мына жер бәрін алып бітірдік. Ал кеттік 2-ші этажға кеттік. Енді мына жақта картошка. Осының бәрін аламыз. 18 картошка. Ектік, енді тағы мыналарға аламыз. Міне, енді мынаны да аламыз. Міне, тағы да аламыз. Ал енді кеттік 3-ші этажға. Суларды қарайық, түсіп қалмадым екен, түспепті. 3-ші этажды қарайық. Балалар келесі 13-ші бөлімде мен 13-ші бөлімде мен не істеу мүмкін, модпен ойнау мүмкін, мод қосылу мүмкін балалар. Мод қосылады, модпен ойнайтын боламыз. Сөйлі қызық болады, мен мод қосам. Қазір әшін выживание жалғып кетесің ғой, ойнап, бірақ модтармен қызық болады. Монстарға қосып төбелесіп. Қызықты модтар қосым, бірақ қандай мод қосатын білмеймін. Оны айта алмаймын. Может, монстр немесе мебель модтар қосу мүмкін. Міне ектік, міне алып бәрін ектік. Почти 2 стек болып болды. Короче, міне ал кеттік үйге, картошкаларды жартысын қайнатайық. Мына қайнатамыз. 57-ін қайната салайық. Ал мынаны сап қойып, мен сұндығымыз толып қалды. Короче, достар, бізге сұндық жасау керек. Қазір нақта доска бар ма екен, доска. Шиуақ, не олы? Аз қапты ғой, почти біткен менде доска. Дағадан қара. Бак. Бак болды менде. Короче, сұндық жасайық. Біреуіміз төртеу жасайық. Бұл сұндықты қай қоямыз енді? Бұл шыры қоя саламыз. Мұнаны қай қоямыз? Бұны қоямыз, осы шыры қоя салайық. Болды бұны. Бұнын осы әдемі сұндық болып. Достар, итіммен анау тұр. Ал енді біз торт жасаймыз, торт жасаймыз. Тортты қалай жасайтын үйреніп кетемін. Сіздерде выживаниеде ойнап отқан кезде торт жасап алыңдар. Короче, бізге пшеница керек. Содан кейін не қайықта? Жұмалақ керек, ойбай жұмыртқа деген яйца.
біреу керек. Біреуін жетеді. Содан кейін керегі сақыр керек. Қант. Сақырдан екеу керек. Сосын бізге шелек. Ол екінші этажда. Жататын бөлмемде осы жерде міне тұр екен. Қазір шелек бар. Алдық, кеттік. Үш шелекке не істейміз? Біз бұл үш шелекке сүт құямыз. Сүт құйып аламыз. Сиыр сауып келейін. Жүгірдік. Еш нөмірде сиыр сауамайым. Бірақ мен бәрін сауамын. Сиыр саумайтыннан басқа. Нектар нені алу керек қой? Қазір. Міне үшеу алдық. Қазір нектарға нелерді аласайық. Пшенцаларды өз қап. Егек. Ал енді мынаны аласайық. Міне картошка. Болды міне. 19 картошка шығарып алдық. Картошка. Ал енді сап қоямыз. Міне бізге 3 молоко келді. Ал енді біз мынандай пшенцаның нан жасап аламыз. Нан керек пе? Керек емес шығар. Керек емес, короче. Бүйтеміз. Мына жерге астына үшеу пшенца қоямыз. Ортасына жұмыртқа қоямыз. Содан кейін екі шетке екі қант қоямыз. Үстіне үшеу молоконы қоямыз болды. Міне торт шықты. Торт міне үсіп сендер істесіңдер болады. Сендер бір сервер выживанияда или біреуін тоңын оқып қалса соны торт жасаусыңдар болады. Үсіп міне созвониясы осындай. Аламыз да стол құрып қоямыз. Болды. Менде лестница бар ма екен, лестница? Жоқ шығар. Жоқ лестница. Жасай саламыз. Міне. Енді осы жерге отырып тамақ ішетін жер болады осы менің. Короче, мен қарным ашты, жеуге болады. Міне. Бірақ мына итін торт жемейді да. Оны өзім жасаймын. Ё-мое, жарысын жеп қойдым. Итім. Мына кетті. Бөтешкі кеше саған торт қымайтын сақта. Анау картошканы пісе берсін. Короче, бүгінгі бөліміз әшейін ештеңе соқпаймыз, әшейін жүруіміз мүмкін. Мен сіздерге жай мод қосамын деген, мод қосты ескертейін деген. Осы 12-ші бөлімде мод қосамыз. Модпен выживание жасайтын боламыз. Бір 5-6 модпен выживание жасаймыз. Короче, соны сендерге айтайын дегем. Міне ана нені аласайық, аналарды өсіп қалды. Осыларды аласыламыз. Алдық міне. Ал енді суда жатқандар жоқ шығар. Короче, енді арғы беттегін алайық. Короче, міне алдық. Ана суда жатыр. Ал енді кеттік, тағы торт жеп алайық. Торт. Короче, міне торт жейміз. Болды, бітіп қалды. Ё-мое, торт бітіп қалды. Тағы торт жасайық. Үйімізге сән үшін келдіріп тұратын тортымыз жасайық. Сиыр сауайық. Сиыр, капунг. Айтпақ сиырларды үйлендіру керек еді. Некесін қидырып, үйлендіріп, бала туғызу керек еді. Тұрған жерін бала туғызып тастау керек еді. Кәсіктен мынаны үшеуін төбеге қоямыз. Екі жағына қант қоямыз, ортасына жұмыртқа жоқ екен. Қазір аламыз. Міне жұмыртқа. Короче, міне үстіне қоямыз. Ортасына жұмыртқа, екі шетіне сахар,
астына пшеница болып торт жасалды. Міне тортымызды аламыз да қойып қоямыз. Міне бронем. Достар, сіздерге осыны ескертейін, мод қосылады. Және де бүгінде мынау итім туған болды. Табличка жасалмаймыз. Короче, табличка жасалайық. Табличка бар ма екен? Жоқ шығар. Жоқ екен. Табличка қойшы жасамай қойықшы. Короче, достар, осымен сау болыңдар. Бүгінге осы видео ештеңе істейміз. Бүгінгі видеомыз осындай ескерту болды. Хабарландыру айта салайын деген мод қосылады. Модпен выживание жасайтын боламыз. Короче, сау болыңдар достар.